трансплантология ел медицинасының жаңа дамып жатқан саласы. Орган ауыстыру операциясын жасап жүргенімізге 10 жылдан енді асты. Бірақ ол қанша адамға үміт сыйлаған, өмірден күдер үзбеуге көмектескен сала. Хирург трансплантолог ретінде аса күрделі операциялар жасап, осы саланы дамытуға атсалысып жатқанымды мақтан етемін. Ол үшін ұдайы ізденуге, тәуекел етуге дайынмын. Қазірдің өзінде Түркия, Оңтүстік Корея, Испания елдерінен алған тәжірибемді отандық медицинада қолданып жүрмін. Біз өзімізді жетілдіріп, ұдайы ізденіп, білімді ұлт болғанда ғана Қазақстанды дамыта аламыз. Болашағымыз жарқын болу үшін білім алуымыз қажет. Мен, Милс Асықбаев, пайдалы білім мұратқа жеткізеріне кәміл сенім. Қазақстанда трансплантология қызметінің көрсетіле бастағанына 10 жылға жуықтады. Елімізде орган ауыстыру операциялары санаулы ғана клиникаларда жасалады. Тап қазір біз осындай клиникалардың біріндеміз. Милс мырза, ассалаумағалейкум, қалыңыз қалай? Жақсы, Құдайға шүкір. Енді сіз бірден ота жасау блогы жаңа ғана жұмыс істеп жатқан шығарсыз. Енді мазалап қойсақ кешірім өтінеміз. Жұмыс күніңіз жалпы қалай басталады? Жұмыс күніміз таңертең күнделікті сағат 7:30-да бізде реанимация бөлімшесінде, яғни жалпы дәрігерлік қарау дейміз. Сол дәрігерлік қарау өткізіледі. Ол жерде бағанадай хирург дәрігерлер барлығымыз реаниматологтармен бірге реанимация бөлімшесінде науқастарды қараймыз. Яғни ол операциядан кейінгі пациенттерді қарап, одан кейін хирургтар өзінің бөлімшесіне барып операция жасаған пациенттерін қарап, сонда ары қарай емдеу тәсілдерін анықтайды. Сіздердің оталарыңыз жоспарлы жүйелі түрде жүреді ғой, Дәрігер болғаннан кейін әрдайым телефонда боламыз. Мысалға, бөлімшеде бір пациентте бір асқыну бірдеңе болып қалса, тез арада көмектесуге біз дайынбыз. Яғни ол жерде нақты жоспарлайтын, кейбір кезде ол нақты жоспарға келмей қалады. Яғни операция жоспарлы түрде, дайындықтарымыз барлығын жоспарлаймыз операцияны. Күнделікті өмірде осылай адамдардың өмірін алып қалу бір жауапты іс қой енді. Сіздің мойныңызда, сіздің қолыңызда, сіздің біліктілігіңізге байланысты осы бір сәтті ота жасалғаннан кейін, адам жақсылап оңалып кеткеннен кейін қандай сезімде боласыз? 360 градусқа өзгергендей болады. Неліктен? Өйткені банаға бүйрек жеткіліксіздігін алайық. Трансплантация, бүйрек трансплантациясына мұқтаж, бүйрек жеткіліксіздігімен жүрген пациент, ол яғни бірінші топты мүгедек адам. Яғни жұмысқа қабілеті жоқ. Жұмыс істейін десе, жұмыс істей алмайды, отбасын асырай алмайды. Сол мұқтаж пациент, сол өзінің күнделікті жұмысын атқара алмаған кейін, ол пациент мүгедек болып табылады. Яғни біздің трансплантациядан кейін, ол пациент операция жасалғаннан кейін, ол толыққанды дені сау адам болып табылады. Осы ота жасау блогына қарап, мен сізге мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Алғашқы жасаған отаңыз есіңізде ме? Есімде. Қашан болды? Қалай болды? Бұл жерде енді алғашқы ота ол медициналық көмектесесіз, ассистент. Ассистент болдым. Өзіңіз жасаған? Өзім жасаған. Бұл жерде енді басынан айта кетейін, ассистент болғаннан. Бұл жерде Қазақстанда негізі санаулы клиникада трансплантация жасалады. Ол енді 4 клиника бар, осындай трансплантациямен айналысатын. Қыркүйек айында алғашқы трансплантация болды осында. Яғни бұл жерде қанша жыл бұрын? 10 жыл бұрын, 10 жыл бұрын трансплантацияға ассистент керек болып қалды. Ол жерде хирург кісі, яғни мынандай айтады, ледокол дейді, яғни мұз жарғыш. Енді анау бүйректі алғаннан кейін арнайы ортада, мұзды ортада органоконсервирующий растворменен біз сақтауымыз керек. Пересад банаға операция жасағанға дейін. Ол анау мұзды қар сияқты қылып дайындауымыз керек. Енді мұзды ортада орган сақтаған кезде. Орган қанша уақыт тұрады сол жерде? Максималды уақыты қанша? Бүйректің максималды уақыты 24 сағат. Бауырды алатын болсақ, бауыр ол одан 10 сағатты сақтауына максималды тұрады. Сол банаға лидоколсың ба деді, бана операция жасап жатқан хирург. Лидоколмын деді, онда жуынып, банаға дайындап, бана бэктейбл дейді стол, яғни бүйректі алғаннан кейін дайындайды, обработка жасайтын стол. Сол кезде мұзды дайындап, ан жақта донорды жасап. Қобалжу болды ма сол кезде? Қобалжу болды. Өйткені мен оны бірінші рет көрдім, бүйрек трансплантациясын жасауды. Өйткені мен оқыған
университеттің клиникаларында ондай операция жасалмайды. Сол себептен банадай донордан бүйректі алып келген кезде сол сәтте менде бір не болды, трансплантация деген қызығушылығым одан да арта түсті. Яғни бүйректі алып келіп банаға операция жасап жатқан хирург бана консервация жасайтын сұйықтықпенен бүйректі тазалап реципиентке апарған кезде ол жерде яғни мұқтаж пациентке операциясын жасап бүйректің іске қосқан кезде ана жерде бүйрек уже тез арада жұмыс істеп зәр бере бастайды. Сол сәт хирургқа, яғни трансплантация жасап жатқан сол кезден бастап бана нәтижесі көрінеді. Бұл жерде банада енді бүйректі салған кезде бүйрекке қанды жібереді. Қанды жіберген кезде сол сәтте күтіп отырасың, зәр қашан тамады екен деп. Сол бүйректен салған бүйректен зәр тамған кезде сенің бұл айтқанда қуанышың арта түседі. Майлс мырза, мен естуімше, осы жуық арада сіздерде бір өте ерекше операция өтті. Ол ота ұлттық кардиохирургия орталығымен бірлесе жасалған жүрек және бүйрек трансплантациясы. Осы жайлы толығырақ айтып кетсеңіз. Қазақстанда алғаш рет банаға кардиохирургтермен бірлесе отырып жүрек және бүйрек трансплантациясы жасалды. Яғни бір науқасқа жүрек жеткіліксіздігі мен бүйрек жеткіліксіздігі болған бір науқаста сол кісіге симультанный трансплантация деп аталады. Яғни жүрек пен бүйрек трансплантация. Қазақстанда алғаш рет осындай бір рет болды. Сол пациент, яғни мұқтаж пациентке бірінші жүрегін салды. Жүрегін біткеннен кейін артынша біз бүйрек трансплантация. Қанша уақытқа созылады сонда ондай ота? Әр кезде әртүрлі. Яғни банағы симультанный трансплантация кезінде жүректің өзінің операциясы 3-4 сағатқа созылады. Яғни біздің бүйрек трансплантациямыз 4 сағатқа созылады. Әркімде әртүрлі. Енді трансплантация барлығы бірдей бола бермейді. Банағы науқасқа жалпы симультанды трансплантация жасау 8-9 сағатқа дейін созылды. Бүйрек трансплантациясы кезінде 5 сағат, 6 сағат, 7 сағатқа дейін созылатын тұғын. Бұрында енді Қазақстанда трансплантацияны дамып келе жатқан кезінде. Осы біздің орталықта. Қазіргі таңда оның бәрін біз толыққанды игеріп алдық. 3 сағатта банадай трансплантацияны жасап бітеміз. Осы трансплантацияға қатысты, мысалы үшін енді адамға өзге адамның органын қондырды, операция отта сәтті өтті, бірақ кейін оның жаңағы қабылдауы бар организмі. Адамның кейін жақсы болып кетуіне қандай кепіл бар немесе қандай сенім бар? Операция жасар алдында біз банаға донор мен реципиенттің сәйкестігін тексереміз. Яғни HL жүйесі дейді, банаға гистосовместимость, бана тіндік донордың қанын алып, реципиенттің қанын екеуін тіндік сәйкестік тексереміз. Банаға донордан алынған бүйрек салған адамға жұмыс істеп кете ма деген. Сол тексеріс бізге толыққанды ақпарат береді. Яғни кросс-матч үйлестіру әдісі дейді банаға. Ұзақ жасала ма тексеріс? Мысалы, мәйіттік донор болса? Мәйіттік донор кезінде оны тексеру үшін 3-4 сағат уақыт кетеді. Мұқтаж пациенттердің бана қандық ақпараты ол программада тұрады. Яғни донор болған кісінің бана мәйіттік трансплантация кезінде соның қанын алып банаға бізде ол жүйені қан орталығы жасайды, осында трансфузиология орталығы. Сол орталықтың дәрігерлері бана HL зерттеуін жүргізеді донордың. Сол зерттеу анализін банаға бағдарлама салған кезде автоматты түрде сәйкестік, яғни сәйкестігі бар мұқтаж пациенттер таңдалады. Ол жерде яғни дәрігер трансплантолог таңдамайды, кімге салу керек, кімнен не істеу керек екендігін. Ол жерде бана бағдарлама программа таңдайды. Сол сәйкестік бойынша кімге сай келеді, сәйкестігі кімде жоғары болады, бана бағдарлама таңдайды да, сол мұқтаж пациентті трансплантация жасау орталығына шақыртылады. Осы біз үнемі айтып отырамыз, орталық Азияда осындай салада озық болдық. Ал трансплантологияда бізде осы өзіміздің көршілеріміздің арасында озық шыққан тұсымыз бар ма? ТМД елдерінде мысалға қазіргі таңда бізде Қазақстанда бана қан тобы сай келмейтін трансплантация дейді. Яғни донор
доноры бар, туысқан, бірақ қан тобы сай келмейді бір-біріне. Сондай трансплантацияны біз Қазақстанда осы алғаш рет енгіздік. Осыны жасадыңыздар? Жасадық. Бір емес, екеуінде екі трансплантация жасадық. Қазір сол отадан өткен адамдардың жағдайы қалай? Жағдайлары жақсы. Қазіргі таңда амбулаториялық бізде бақылауда жүреді, күнделікті. Банағы ай сайын анализдерін тапсырып, сол анализдерін біз бақылап қарап отырамыз. Екі науқастың да жағдайы жақсы. Отбасылардың қасында барлығы, жасаған отамыз сәтті өтті. Осы келесі жылдың басында, осы ақпан айында бір трансплантация, қан тобы сай келмейтін трансплантация жасайын деп жатырмыз. Тамаша. Болашақта өзіңіз қалайтын, жоспарлайтын, бәлкім армандайтын бір операцияның түрі бар ма осы трансплантология саласында? Ондай арманым көп. Яғни қазіргі таңда Қазақстанда өте сирек екі ғана трансплантация жасанды, ол бағанағы симультанно трансплантация дейді. Ұйқы безіменен бүйрек трансплантациясы дейді. Ол бағана қант диабеті кезінде бүйрек жеткіліксіздігі болған науқастарға екі органды бірдей салу. Сол трансплантацияны қолға алып дамыту бірінші жағынан. Екінші жағынан, яғни роботты трансплантация дейді. Роботизированный трансплантация дейді. Дүние жүзінде 8 хирург бар. Банағы роботпенен пересадка жасайтын, трансплантацияны жасау, бүйрек трансплантациясы. Солардың қатарына енді. Одан бөлек қазіргі таңда Қазақстанда енгізгіміз келіп жатқаны, ол банағы жоғарғы сенсибилизация болған трансплантация дейді. Оны біз бастап жасадық. Енді оны бана кроссмаш үйлестірімділігін келтіріп барып жасадық та. Ал енді үйлесімдігі, кроссмаш үйлесімділігі келмейтін кезде трансплантация жасау дейді. Ол енді дүние жүзі бойынша өте сирек жасайды. Біріншіден, екіншіден, ол Қазақстанда енетін болса, біз қазіргі таңда бағанағы үйлесімділік анализдерін барлығын қарап, ештеңеден қорықпай трансплантация жасай беруіміз керек. Қазақстанда біз трансплантацияны көп жасайтын клиникалардың біріміз. Яғни жылына біз бүйрек трансплантациясын 60-ға жоқ бүйрек трансплантация жасаймыз. Негізінен енді 60-тың өзі де аз ғой, бір жылға? Қазір, ол енді 60-ға жоқ трансплантация деген, ол бұл айтқанда, ол көп трансплантация емес. Бұл жерде ең бастысы донор тапшы. Яғни күту парағында тұрған науқастардың саны жылдан жылға артып келе жатыр. Яғни ол биылдық осы айдың көрсеткіші бойынша 3200-ге жоқ ол бүйрек трансплантациясына мұқтаж. Ең көп мұқтаж пациенттер, яғни осы бүйрек трансплантациясына. Ал жалпылай трансплантацияға мұқтаж пациенттер 3,5 мыңнан асады. Донор жоқ пациенттер, олар яғни донор жоқ болғанымен мәйіттік трансплантацияға мұқтаж пациенттер болып табылады. Осы мәйіттік трансплантацияға қатысты қазіргі кезде біздің қоғам қаншалықты соған икемделіп бір ашылып жатыр? Бізде Қазақстанда бағана туыстық трансплантация көп жасалынады. Неліктен өткен мәйіттік трансплантация аз жасалынады. Оның пайыздық көрсеткіші бойынша бағанада 10% мәйіттік трансплантация, яғни 10%-нан да аз келеді, яғни 5% деп алсақ та болады. Бірақ енді туыстықтан қарағанда мәйіттік әлдеқайда дұрысырақ қой, өйткені енді ана адам осы өмірден кетіп жатса, бір орган басқа біреуге беріп, өзге адамның өмірін сақтап қалып жатса, үлкен сауап емес пе? Ол үлкен сауап болып табылады. Неліктен, яғни ана бас ми өлімі тіркелсе, ол яғни биологиялық өліммен тепе-тең болып табылады медициналық көрсеткіш бойынша. Яғни бас ми өлімі тіркеліп, яғни туысқандары орган алуға рұқсат берілетін болса, яғни ол да дінде де айтылған. Яғни бір адамның өмірін құтқарсаң, дүние жүзінің өмірімен құтқарғандай сауап жазылады деген. Ол яғни халықтың көз қарасын трансплантацияға оң жағынан өзгерту. Яғни неліктен? Өйткені трансплантацияға мұқтаж адамдар, трансплантацияға жете алмай өмірден озып жатқан пациенттердің саны да артып келе жатады. Мысалға, биылдық көрсеткіш бойынша 260-ға жоқ науқас бағанада бүйрек трансплантациясына жете алмай қайтыс болып жатса, ал былтырғы көрсеткішіміз бағана 230 пациенттей трансплантацияға жете алмай жылдан жылға яғни көз жұмып отқандар болды. Сіз соңғы уақытта жасаған бір басыңыздан өткен мәйіттік донорлықтың
тарихын айтып бере аласыз ба? Ол жақын арада болды, яғни мәйіттік донор бас ми өлімі тіркелді. Ол осы 17 қараша айында. Осы таяуда ғана? Таяуда ғана болды, 17 қараша. Донор, яғни Шымкент қаласының азаматы болған, туысқандары орган алуға рұқсат берді. Ол жерде бірнеше орган ала аласыздар, иә? Ол жерде, яғни ол донордан бағана жүрек, өкпе, бауыр, екі бүйрек алынды. Яғни бауыр сонда Шымкент қаласында мұқтаж пациентке бауыр трансплантация жасалынды. Яғни мұнда кардиохирургиялық орталықта жүрек пен өкпе трансплантация жасалынды. Бір бүйрек трансплантациясы біздің орталықта жасалынды. Бір бүйрек ол Алматы қаласында сызған орталығына жіберілді. Сонда мұқтаж пациентке салынды. Қаншама адамның өмірін сақтап қалуға көмектесті бір адам? Бір адам кем дегенде 7 адамның өмірін құтқара алады. Яғни ол жерде Қазақстанда қазіргі таңда, яғни жүрек, өкпе трансплантациясы, бауыр, бүйрек трансплантациясы, ұйқы безінің трансплантациясы, және көздің мөлдір қабатының трансплантациясы жасалынады. Яғни осы мәйіттік донор біздің елде жасайды, соның бар? Біздің елде осындай трансплантация. Сондай мамандар бар, өзіңіз соның бірісіз,